Екібастұз қаласы 11-ші мектептің 10-ші сыныптың оқушысы Айдабулова Адай. Баланың дүние танымына кері әсер тигізетін мультфильмдердегі ана образын ғылыми жобаны ұсынады. Бүгінде көгілдір экранның адамзат баласы үшін маңызы зор. Алайда жас баланың психологиясына, тәрбиесіне кері әсерін тигізіп жатыр. Өйткені батыстан әкелініп жатқан айқай-шуға кедергісі толы, мағынасын түсініп болмайтын мультфильмдер балалардың санасына айтарлықтай әсерін тигізетіні сөзсіз. Ғылыми жобаның зерттеу мақсаты мультфильмдердің бала өміріндегі алатын орны мен баланың дүние танымына кері әсерін тигізетін мультфильмдердегі ана образын талдау. Зерттеудің ғылыми жаңалығы мультфильмдердің тәрбиелік мәнін ашу арқылы психикаға кері әсерін анықтау. Жұмыстың практикалық маңызы. Зерттелген мәселелерді басшылыққа ала отырып, батыс мультфильмдердің бала тәрбиесіне кері әсері дәлелденді. Бала күнделікті бос уақытының 30%-ын экран алдына өткізеді. Мектеп барғанша 5000 және мектеп бітіргенше 17000 сағат. Орта есебінен бір бала күнделікті не көреді? Ол 17 өлім көріністерін және 37 мейірімсіздікке толы көріністерді. Батыс мультфильмі мен ұлттық мультфильмнің ана образының айырмашылығы неде? Батыс мультфильмі қызға тән инабаттылықты, сыпайылықты, ер адам алдындағы ұяңдықты мүлдем көрмейсіз. Ал ұлттық мультфильм әйел адамның ішкі жан дүниесін, әлемдік инабаттылығын, нәзіктігін көресіз. Олар ешқашан ер адамға тән ерсі қылықтарды жасамайды. Мультфильмнің әсері қандай? Қарлығаштың құйрығы неге айыр мультфильмі мен Метро Голден Майердің қойылымынан салыстырайық. Екеуінің де ана образы көрсетілген, бірақ кішкентай көрермендер екі түрлі қарама-қарсы әсер алады. Жалпы батыс мультипликациясының әдемі, жас, қуатты, жігерлі, еліктеулі, бойларлық адам сондайтын ана образы аз. Мультфильмдерді балалар көңілдерін көтерумен қатар, олардың фантазиясын да дамытады. Сонымен қатар, балаларды тәрбиелеуші болып табылады. 6 және 11 жас аралығындағы балалар тигізетін әсері жоғарыда айтылғандағыдан да күштірек болады. Осыларды ескере отырып, мультфильмдердің бұл жастағы балалар үшін тигізетін ықпалының зор екенін байқаймыз. Қандай мультфильмдерді көруге ұнатасың деп біздің мектептің 4-5 сынып оқушыларынан сұрағанда 80 және 75% шетел мультфильмдері, ал 20 және 25 ол ұлттық мультфильм деп жауап берді. Мультфильмді көргенде қандай сезімде боласың деп сауалдан нәтижесінде 4-ші және 5-ші сыныптың оқушылары 38-25% ол қорқыныш, үрей сезімін бастан кешірсе, 40 және 45 көңіл күй жақсы сезімде, ал 35 және 17 ешқандай өзгеріссіз деп жауап берді. Қорытындылай келе, мультфильмдердің бала психикасына кері әсерін көруге болады. Мұндай мультфильмдерді көрген балалар қатыгез, қайырымсыз болып өспейтініне кім кепіл? Сонымен, оқушылардың өз көңіл күйіңізді суреттеп беріңіз дегенде, шетел қойылымнан кейін бойындағы қорқыныш, үрей, сезімдік органның төмендегі оқушылардан салған суретінен де анықталады. Ал ұлттық қойылымдардан кейін жүректерінде бір қуаныш сезімді, аналарға деген сүйіспеншілігі, табиғаттың тамаша көрініс ойларында бір қуат сезімді ұялатқанын оқушылар асыра сенімділікпен атап көрсетті. Тағдырдың қалай қарап ауатыны бесіктің қалай сербеткені байланысты. Расында да, өкінішке орай, қазіргі заманда баланың тәрбиесіне көңіл аударып жатқан аналарымыз қайда? Баласы кедергі жасамай, өз жөнімен тыныш отырса, аналардың да көңілі орнында. Сол себепті кейіннен қайттан шыққан қатыгез, кім үйретті, қашан деп өкініште қаламыз. Үйретуші қадағалаусыз қалған телеарна емес пе? Мектепте тәрбие түрлерінің қарқынды жүргізілетінен қарамастан тура жолдан адасып, жастарымыздың
бұзылуы, рухани адамгершілік тәрбиенің жетіспеуі. Ал қазіргі отбасылардан баланы тәрбиелеп жатыр деп сұрақ, қандай балаларды тәрбиелеп жатыр деп сұрақ басты болу қажет деп ойлаймын. Қорытындылай келе, телеарнада қалаусыз қалған бала шын өмірде айналасында болып тұратын ұрыс көрістен жергілікті дәрежеде мазаласызданбайды. 12 жасқа дейінгі балалар шындық пен қиялды ажырата алмау проблемасына душар болуы мүмкін. Мультфильмдерде көрген биіктен секіру, ұшу сияқты іс-әрекеттерді шын өмірде де сынап көру мүмкін. Осылайша олар өз өмірін қауіп-қатерге тігеді. Осы қорытындыға сәйкес екі ұсынысым бар еді. Біріншісі, ол қалалық телеарналар арқылы ата-аналарға педагог, психологтар, медицина қызметкерлерінің қатысуымен пікір-таластар ұйымдастыру. Ал екіншісі, ол қазақ ертегілерінің мазмұнына негізделген отандық анимациялық фильмдерді көбейту. Назарларыңызға рахмет.